Еркектер үнемі кемшілікті өзінде деп ойлау керек. Құран кәрімде адамға келген қиыншылықтар күнәларының себебімен келетіні білдірілуде. Фудайл бин Ияд хазіреттері дінге сай болмаған іс жасағанымды әйелімнің мінез өзгерісінен аңғаратын едім. Дереу ол ісіме тәубе еткенімде әйелімнің мінезі де дұрысталатын. Осылай тәубемнің қабыл болғанын түсінетін едім деген. Олай болса, мұсылман еркек әйелімен жақсы мәміледе болады. Өйткені еркектердің мойнында әйелдердің де ақылары бар. Хадис шарифте әйелдеріңді ренжітпеңдер. Олар Аллаху тағаланың сендерге берген аманаты. Оларға жылы мәміледе болыңдар, жақсылық жасаңдар делінген. Үйге келгенде әйеліне сәлем беріп, хал жағдайын сұрау керек. Реніші мен қуанышына ортақ болу керек. Өйткені ол басқалардан үмітсіз және өзіңе ғана байланған жолдасың. Дертіңе ортағың, көңіліңді көтеруші, бала тәрбиелеп жетілдіруші және түрлі қажеттіліктеріңді толықтырушы жан-жарың. Еркектер үнемі кемшілікті, кінәні өзінде деп ойлау керек. Егер мен жақсы болғанда, ол мұндай болмас еді, деп ойлау керек. Әйелінің жақсылығын, арлылығын Аллаху тағаланың берген үлкен нығметі деп білу керек. Әйелінің жаман мінезіне жұмсақ, сабырлы мәміле жасау керек. Жақсылығы көбейіп, барлық ісін қуана-қуана істегенінде оған дұға ету керек және Аллаху тағалаға шүкір ету керек. Өйткені жақсы әйел үлкен нығмет. Жақсы мәміледе болу тек қана оны ренжітпеу емес, сондай-ақ оның берген қиыншылықтарына төзу деген сөз. Яғни еркек мен жақсы күйеумін дегісі келсе, әйелінен келетін қиыншылықтарға төзуі, сабырлы болу керек. Хадис шарифте әйелінің жаман мінезіне сабыр еткен еркек Айюб пайғамбардың сабыры үшін берілгендей сауаптарға қауышады делінген. Жақсы мұсылман болу үшін әйелімен жақсы мәміледе болу шарт. Құран кәрімде де олармен жақсы мәміледе болыңдар делінген.